Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Сіздерді алда келе жатқан 8 наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге арнап осындай торттың рецептісін шығардым 8 деген. Бұл балды тортты сыйлыққа немесе тапсырысқа пісіріп сатсаңыздар болады. Өте керемет және бюджетный торт. Описанияға ингредиенттерін қалдырамын. 1,5 килограммдық торт пісіретін боламыз. Ең алдымен осы сары майды салып аламыз шұңғылдау ыдысқа, және де бетіне қантымызды, одан кейін 2 ас қасық толтыра балымызды саламыз. Менде табиғи балды қолдансаңыздар, торттан өте керемет дәм шығады балдың. Енді жай отқа қойып барлығын ерітетін боламыз. Жай отта болсын, және де осылай силиконды лопатканың көмегімен араластыра отырып, жақсылап ерітіп аламыз. Міне толықтай барлығы еріді, астын өшіреміз. Енді 1 шай қасық осылай содан саламыз. Ас содасын тоқтаусыз араластыратын боламыз. Жақсылап көпіруі тиіс, кішкене қоңыр түске енеді. Міне, кәдімгідей воздушный болып көпіреді осылай. 1-30 секундтай тоқтаусыз араластыратын боламыз. Кішкене қоңыр түске енуі керек. Осы дайын болған массамызды бөлек таза ыдысқа саламыз енді. Қамыр илеу үшін 1 жұмыртқаны тоқтаусыз араластыра отырып, осы ыстық массаның бетіне құямыз да жақсылап араластырып жібереміз. Міне, тез араластырыңыздар, себебі жұмыртқа пісіп қалуы мүмкін. Жаңағы воздушный смесіміз міне осындай кішкене сұйықтау болып шыға келді жұмыртқа салғаннан кейін. Міне, болды, осылай араластырғанымыз жеткілікті. Ұнды 2 бөлікке бөліп саламыз. 1 бөлігін міне салып алдым. Бұл жерде мүлдем қол салмаймыз. Осылай лопатканың, қасықтың көмегімен жақсылап араластыра отырып, қамыр илейтін боламыз. Ұнның 2 бөлігін де саламыз. Толықтай өте қолға жабысқақ, кішкене сұйықтау қамыр болып шығады. Осылай араластырамыз. Біркелкі масса болғанға дейін. Міне дәл осындай сұйықтау масса болады. Осы массаны бетін салафанмен жауып, кішкене 1 жарты сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Мен осындай стандарт 8-ді пайдаландым. Дүкендерде сатылатын, астына қанша екенін жазамын. Ұзындығы және енінің. Міндетті түрде пергамент бумагасы қажет. Осылай қасықпен салып аламыз. Бетіне ұн себе отырып, жақсылап жаятын боламыз. Негізінде пергамент бумагаларыңызға 8 деп жазбай қойыңыздар. Мен ойланып отырып, 8 деген форманы салып алған екенмін, бірақ бұл жарамайды. Байқағандарыңыздай, қамырды толықтай жайып шығып, одан кейін барып 8-ді бетіне қойып, кесіп алатын боламыз. Ұнның көмегімен жабысқақ қамырды дәл осылай жаятын боламыз. Өте жұмсақ, нәзік қамыр болады. Егер де бұл балды торттың қамырын тығыз етіп илейтін болсаңыздар, кішкене корждарыңыз қаттырақ болады. Сол себептен де осындай жабысқақ, жұмсақ етіп илеген дұрыс. Дәл осылай кішкене 8-дің көлемінде етіп жаямыз. 3-ке бөліп алыңыздар қамырларыңызды. Немесе 2 үлкен және де 1 кішкентай етіп бөлсеңіздер болады. Бұл енді көз мөлшерлеріңізге қарай, себебі 8-дің ортасын кесіп аламыз, кішкене шет-шетін кесіп аламыз, содан қамыр қалады. Соған 3-ші қамырға жеткізулеріңіз керек. Дәл осылай формасын ойып аламыз. 200 градуста қызып тұрған пеште 5 минутта пісіріп аласыздар. Қарап тұрыңыздар, сіздердің пештеріңіздің қызуын мен білмеймін. Сондықтан да қатты қызатын болса, одан да ерте пісіп қалуы мүмкін. Беті сарғайып, піскен кезінде ала беріңіздер, қатты қызартып алмаңыздар. Шанышқының көмегімен біркелкі етіп осылай тесіп шығамыз, себебі кішкене көтеріліп кетуі мүмкін әр жерінен. Сондықтан да ауа шығу үшін осылай тесіп шығамыз. Міне корж пісіп шықты. Толықтай суығаннан кейін барып пергамент бумагасынан босатамыз. Әлі менде ыстық болып тұр. Суығаннан кейін өте жақсы шешіледі, тез шешіледі. Сондықтан да поклан пергамент бумагасын мен сіздерге ұсынамын. Өте жақсы пергамент бумагасы. Осылай босатып аламыз.
Енді кремін жасайтын боламыз. Кремінде менде творожный сыр және қантты жақсылап бірінші осылай миксердің көмегімен араластырып аламыз. Осылай творожный сырды бірінші араластырып алу себебіміз шариктарын жасаған кезде торттың арасында іртік-іртік болып, жаман болып қалмайды. Сондықтан да бірінші осы творожный сырды жақсылап миксерлеп аламыз. Енді артынан салқын сливкиді құямыз. 33% немесе 35% міндетті түрде. Осылай құйып, жақсылап, екеуі біріккенге дейін араластыратын боламыз. Өте әдемі бір жұп-жұмсақ крем шығуы тиіс. Қатты миксерлеп жібермеңіздер, қатты қою, тастай қатты етіп жібермеңіздер. Кішкене ауырлау болып қалады. Сондықтан да бір жеңіл, бір май сияқты әдемі қоюлық болған кезде тоқтатыңыздар миксерді. Міне мен тоқтаттым. Кремді бір рет қолданылатын қапшықтарға осылай саламыз. Менде насадканың номері 803 номер. Егер де сіздерде насадка болмаса, осы бір рет қолданылатын қапшықтың көмегімен де жасасаңыздар болады. Кремді теңдей 3 бөлікке бөліп аламыз. Және де бірінші шариктарды осы шет-шетінен бастаймыз. Себебі шет-шеті бірінші көрінеді анық. Одан кейін барып ортасын жасайтын боламыз. Дәл видеодағыдай шариктарды осылай жасаймыз. Бұл шариктарды жасауға арнайы мастер-класстың қажеті жоқ. Дәл видеодағыдай жасасаңыздар өте оп-оңай. Ортасына да дәл осылай барлық кремді жағып шығамыз. Барлық шетіне крем тиюі тиіс, себебі бұл бисквитті тесто болмағандықтан барлық жеріне крем тиіп, ылғалдану қажет. Дәл осылай 3 қабатты да қайталаймыз. Мынау менде 3-ші қабат. Бұл корждың тестосы бисквитті болмағандықтан пропитканы өте қажет етеді. Сондықтан 5-6 сағат бойы кем дегенде тоңазытқышта тұру тиіс, немесе бір түнге қалдырсаңыздар да болады. Кешкісін жасап, ертесіне таңертең ұсынуға болады дастарханға. Торттың бетін мен осылай балғын құлпынайлармен сәндеп шықтым. Сәнде өздеріңіздің қалауларыңызша, бетіне осы корждан кішкене әртүрлі жұлдыз, гүл сияқты нәрселерді жасап қойсаңыздар да болады. Немесе малина, кез келген жидекті пайдалансаңыздар өте керемет үйлеседі. Бұл міндетті емес, тек ары қарай өздеріңіздің қалауларыңызша. Егер де сізге менің видео рецептім ұнаса, міндетті түрде өзіңіздің пікіріңізді қалдыра кетіңіз, және де тегін лайктан аямай баса кетіңіз. Және де қазақша контентті, қазақша каналды қолдау мақсатында маған подписация етіп, менің рецепттеріммен жасап тұруды ұмытпаңыз. Мен видео рецепт үшін арнайы 2 сағаттан кейін бірденен кесіп көрсетіп жатырмын. Бірақ сонда да жұмсарып қалған екен, торт өте жұп-жұмсақ кесіліп жатыр. Міне іші осындай болып шығады. Өте дәмді болған, балдың дәмі де және де торттан да балдың иісі де шығып тұр. Керемет болған. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Ұнаса, міндетті түрде пікір қалдырыңыздар. Ас болсын, сау болыңыздар.